Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 4-ші сыныпқа арналған математика пәні бойынша 2-ші тоқсандық бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын бірге орындаймыз. БЖВ номері 4. Есеп шығару бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Математика БЖВ номер 4. Бірінші тапсырма. Есепті шығар. Арасы 212 километр болатын екі айлақтан бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі кеме шығып 4 сағаттан кейін кездесті. Бірінші кеменің жылдамдығы 24 км сағат. Екінші кеменің жылдамдығын тап. Шарты. Арақашықтық 212 км. Бірінші кеменің жылдамдығы 24 км сағат. Екінші кеменің жылдамдығы белгісіз. Уақыт 4 сағат. Шешімі. Жақындау жылдамдығын тапқанда, арақашықтықты уақытқа бөлеміз. 212 бөлу 4 тең 53 км сағат. Енді екінші кеменің жылдамдығын табу үшін жақындау жылдамдығынан бірінші кеменің жылдамдығын азайтамыз. 53 азайту 24 тең 29 км сағат. Екінші кеменің жылдамдығы 29 км сағат. Тексеру. Бірінші кеменің жылдамдығы мен екінші кеменің жылдамдығын қосып 4-ке көбейтеміз. 212 км. Жауабы екінші кеменің жылдамдығы 29 км сағат. Екінші тапсырма. Есепті шығар. Өнімділікті табу үшін жұмысты уақытқа бөлеміз. 25-ті 5-ке бөлсек 5. Сонда шебер сағатына 5 бөлшек жасаған. Ал жұмысты табу үшін өнімділікті уақытқа көбейтеміз. Сонда тігінші 12-ні 2-ке көбейтеміз. Тігінші 24 жейде тіккен. Ал уақытты табу үшін жұмысты өнімділікке бөлеміз. 120-ны 30-ға бөлсе 4 сағат. Аспаз 4 сағатта 120 құймақ пісірген.